Турникке тартылу, таянып секіру, еркін және снарядтағы жаттығулар, сондай-ақ ауада жасалатын қиын элементтер. Бұл күрделі әрі қауіпті спорттық гимнастика жаттығулары. Бұл спортта құлап қалу, не жарақат алу жиі кездеседі. Бірақ мамандар спорттық гимнастикамен айналысқан балалар басқа спорт түріне оңай бейімделеді дейді. Спорттық гимнастика балалар мен жасөспірімдердің дене тәрбиесіндегі тиімді спорт түрі. Сонымен қатар, денсаулықты сауықтыруға да оң ықпалы жетерлік. Жасөспірімдер белгілі бір тәртіпке бағынып, күнделікті уақытын тиімді жұмсауға машықтанады. Осанку исправляет очень хорошо. Гимнастиканың пайдасы зор. Балаларда кездесетін табан ауруларына көмегі көп. Сондай-ақ тұрақты жаттығулар жеткіншектің қимылын ширатып, дене бітімінің дұрыс өсуіне септігін тигізеді. Бала епті болып өседі. Басқа спорт түріне, мысалы күреске қатысқысы келсе, алдымен спорттық гимнастикаға қатыстыру керек. Бұл спорт түрімен айналысқан бала кейін кез келген спортты оңаймен келеді. Спорттық гимнастика бірнеше жекелеген жаттығулардан тұрады. Ерлер көрме, шығыршық, ат секілді спорт снарядтарында өнер көрсетеді. Еркін жаттығу түрі де бар. Қыздар бөрене, ат, түрлі биіктіктегі қосырық пен еркін жаттығудан сынға түседі. Бірақ бұл спортқа алғаш аяқ басқан бала осы күрделі 6 жаттығудың ішінде ең алдымен созылу жаттығуларын үйренеді. В нашем клубе вы можете приводить детей с 2 лет. Балаларды үйірмеге 2 жастан бастап қабылдаймыз. Кішкентай балалар үшін ата-аналарымен бірге жаттығуына арналған үйірме мен жаттықтырушы қарастырылған. Жаттығу 1 сағаттан 3 сағатқа дейін созылады. Баланың жасы мен шеберлігіне байланысты дайындық жұмыстары күрделене береді. Тарихта Наполеонның заманында жастардан жасақталған гимнастикалық батальон болған деген ақпар бар. Оларға арнайы гимнастикалық сабақ өткізген. Гимнастикалық тәрбие мектебін француз әскерінің полковнигі Амурос басқарды. Бұл тәрбиенің негізгі мақсаты ер балаларды әскери мамандыққа баулу екен. Ал 1984 жылдан бері спорттық гимнастика олимпиадалық ойындарға енгізілді. Қазақстанда спорттың бұл түрі өткен ғасырдың 20 жылдары пайда болды. Қазақ жерінен Нелли Ким, Валерий Люкин сынды әлем және олимпиада чемпиондары шықты. Қазір отандық гимнастика мектебі қалыптасып, спортшылар құрлық және халықаралық сайыстарда жүлделі орындарға ие болып жүр.